жасасаң да, жақсылық жасасаң да 1000 есеге көбейеді. Иә. Ертең елге барғаннан кейін күнә жасасаң, сол 1000 еседе қалып кетеміз да, ойға барғаннан кейін қайтып сол бір нәрсеге түсіп кетеміз да бірге. Күнә жасауға бір жол ашып бер деп жатсың ғой енді. Жоқ, бұны айтып отқан себебім Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, кім Құдай тағаланың үйіне келсе, умраға, қажылыққа келіп, мәләм ярфус вәләм яфсуқ дейді. Әйелдермен жаман көзбен қарап ондай общениесі болмаса, жаман сөз, пасықтық жасамаса, боғауыз сөздерден аулақ жүретін болса, кәяума вәләдәту умуху дейді. Анасынан жаңа туылған жас бала сияқты күнәсіз болып ауылына қайтады дейді, еліне. Енді елге барғаннан кейін күнәсіз деген кезде ол еселеніп жазылуы мүмкін деп қорқытады. Ол анық нәрсе. Себебі бізде де елде бір жасасаң штрафты азғана төлейсің, екінші жасағаның ода сәл көптеу болады. Үшінші жасаған штраф уже керек болса қамайды ма, дұрыс па? Сондай жағдайларға дейін барады. бір нәрсені қайта-қайта. Бір нәрсені қайта-қайта қайталау. Яғни бір нәрсе дегенде сол бір күнәні қайта-қайта істесең, ол көбейе береді деген сөз да. Енді не болса да Құдай тағаланың өзі Аллаху алам, мүмкін болса күнәдан арылу керек. Адамның қажылығының қабыл болған, қабыл болмағанын да содан білуге болады дейді. Сен елге барғаннан кейін алдын өтірік айтатын болсаң, анда-санда арасында соны жиыстыр. Темекі шегесің ба, оны тоқтат. Намазды 4 мезгіл, 3 мезгіл оқып жүрсің ба, 5 мезгілге ауыстыр. Сөзің арасында шешең, әкең сөзбен сөйлейтін бедің, оны тоқтат. Сенің бұл қажылыққа келмей жатып істейтін амалдарың аз еді ғой, сауаптарың. Қайтып барғаннан кейін сол көбейсе, жақсы амалдар. Онда Құдай қаласа қажылық қабыл болды деп сол кезде қуана береді.